Пай, мына Наполеонды қараңыздар, қандай керемет. Прям шоколады болып шыққан. Келіңіздер, бірге дайындайтын боламыз. Мен сіздерге осы шоко Наполеонның рецептін көрсететін боламын. Алдымен бізге қамырына керек болатын ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Бірінші мұздай су, үстіне бір жұмыртқа, шымшым тұз және уксус бір шай қасық керек болады. Кесеге суымызды құйып, жұмыртқамызды салып, сірке суын құйып, тұзымызды салып, жақсылап араластырып, холодильникке салып қоятын боламыз. Мен бұл рецепті ұзақ көріп, ізденіп, сосын барып жасадым. Сіздер де менің рецептіммен дайындап көрсеңіздер болады. Мінекей, енді ұнымызды аламыз, өлшеп, және майымызды теркадан шығаратын боламыз. Майымыз қолдың майы немесе 82% май болса күшті кетеді. Мінекей, осылай теркадан шығарып аламыз. Бір жасағаннан шығатын Наполеон торты болып шықты. Керемет екен. Мінекей, қараңыздар. Майымызды осылай теркадан шығарып аламыз. Арасында осылай ұнға малып аламыз. Және бізге какао керек болады. Какаоны өлшеп жанымызға дайындап қоятын боламыз. Мінекей, майымызды ұнмен жақсы араластыратын боламыз. Крошки халіне келтіріп, және үстіне какао порошок салатын боламыз. Осы кезде мен видеоға түсіруді ұмытып кетіппін, какао порошок салған кезімді. Мінекей, крошки халіне келген кезде үстіне какао порошокты саламыз. Және холодильниктегі бағана тұздығымызды салып аламыз. Онда видеоға түсірмеппін, мен басқа жерлерін түсіріп кетіппін. Мінекей, енді осын қамыр илейтін боламыз. Көп илеудің де қажеті жоқ. Біркелкі масса болып шыққанға дейін илесеңіздер болады. Мінекей, қамырымыз дайын. Енді осыны салафанға салып 10-15 минутқа тоңазытқышқа жіберсеңіздер болады. Енді 10 минуттан кейін алдым, және мен қамырды біркелкі ету үшін, қарасаңыздар, арасында какао май онша араласпаған. Енді осылай мен оқтаудың көмегімен кішкене жайып алдым. Осылай жасадым. Қараңыздар видеодағыдай. Оқтаудың көмегімен тағы жайып алдым. Ұн себудің қажеті жоқ. Ұн бізде жеткілікті. Қолыңызға жабысып жатырса, холодильникке салып қоясыз. Мінекей, 2-3 рет қайтара осылай жасап, холодильникке салып қойдым. Мінекей. Тағы 10-15 минуттан кейін тоңазытқыштан алып, тағы оқтаумен кішкене жайып алдым. Арасына сары май салсаңыздар да болады, бірақ мен салмадым. Ол кезде бізде круассан болатын еді. Мінекей, жақсылап жайып, осындай он 15 минут тоңазытқышта ұстап, мінекей, осы процедураны 3 рет қайталаймыз. Және менде 2-3 күн морозильникте тұрып қалды. Уақытым болмады жай пісіруге. Енді 3 күннен кейін алдым. Менде 1288 грамм шықты. Осыны мен 10 бөлікке бөліп шықтым. Тараздың көмегімен. Тараздарыңыз болмаса,
көз мөлшерімен де өлшеп көрсеңіздер болады. 128 граммнан мен 10 домалақ дайындадым. Мінекей, енді осыны домалақтап шықтым, жаюға оңай болсын деп. Енді домалақтарымыз дайын, оны жаятынын аламыз да, қалғанына целлофан пакетке салып қойсаңыздар болады. Өйткені қамырымыз қатып қалуы мүмкін. Мінекей, осылай оқтаудың көмегімен жайып, осылай сковородканың қапқағымен кесіп аламыз, дайындап. Немесе домалақ формаңыз болса, оның көмегімен де кессеңіз болады. Мінекей, енді астына пергамент қағаз төсеп, немесе тап-таза листқа салып, осындай вилкамен бетін вилкалап шығамыз. Мінекей, бұл уже екінші лист. Пергамент қағаз салып дайындадым. Және 160 градуста 15 минуттай пісіп шығады. Жай отта пісіру керек бұны, өйткені тартылып қалуы мүмкін қамырыңыз, және кішкентай формада пісіп шығуы мүмкін. Мінекей, пісіп шықты, осылай керемет болып шығады екен. Ыстық кезінде, осы кезде екінші қамырымызды жайып дайындап қоямыз. Осылай, мінекей, барлығын 160 градуста 10-15 минутта пісіріп дайындап шығамыз. Қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Мінекей, енді осын суытып қоямыз, барлығын пісіріп болғаннан кейін. Сосын қараңыздар, осылай соз отта деймі, жай отта піскеннен соң осындай болып шығады. Енді кремін дайындаймыз. Мен кремі прям шоколадный болсын деп шоколадта қостым. Кішкене шоколадты ертіп жібереміз, өйткені қатты. Енді креміне сұйық майды да кішкене ертіп алдым. Өйткені менде слойка деген май еді, ол қатты болады екен. Мінекей, және кішкене миксерлеп аламыз. Және кремімізді дайындайтын боламыз. Мен екі түрлі сгущенкадан пайдаландым. Қойытылған сүттен. Біреу варенка, біреу сгущенка. Мінекей, осылай екі түрлі сгущенканы қосып, кремімізді дайындаймыз. Және граммдарының барлығын описаниеда жазып қалдыратын боламын. Мінекей, шоколадымызды да ішіне салатын боламыз. Ол менде еріліп шықты, уже микроволновкада ертіп алдым. Біркелкі масса шығарамыз. Енді кремімізді, мінекей, керемет болып тұр, шоколадный болып. Креміміз дайын. Енді жинайтын боламыз. Мінекей, барлық қамырымыз пісіп болғаннан кейін, суығаннан кейін крем тортымызды жинаймыз. Мінекей, астына кішкене крем жағып жібереміз. 2,5-3 қасықтан салып, мен тортымызды жинап бастадым. Мінекей, мен Наполеон тортын жасаған кезде үстінен баспаймын. Әр қамырымызды салған кезде басып шығамын. Мінекей, щетканың көмегімен кремді жағып шықтық. Кремді көбірек жақсаңыздар, дәмі керемет болып шығады. Өйткені соз отта піскен соң, жай отта піскен соң, қамырымыз сәл қаттылау болып шығады. Мінекей, осылай мен қамырымызды басып, кремімізді салып, 3 қасықтан осылай жинап шықтым.
және қолдың көмегімен крошкаларды езіп дайындап отырамыз. Блендердің қажеті жоқ. Қаласаңыздар блендермен де езсеңіздер болады. Қыздар, менің каналым өте пайдалы. Менің каналымда Рамазанға күшті менюлар шығарып қойдым. Қарасаңыздар болады. Каналыма өтіп осылай тіркеліп, маған лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отырыңыздар. Мінекей 2-3 сағат тұрғаннан соң кесіп осылай жейміз. Дәмі енді керемет шоколадный болып шыққан. Жасап көріңіздер. Рахмет.